Ал құрметті халайық, халқым, ол келіншек мені де қаралау керек. Бірақ енді біз қазір кездеспейміз ғой, қарым-қатынасымыз жоқ. Яғни екі адам бір-бірін қаралап алады, сосын екі адам бір-бірін ақтап алады. Екеуі бір анадан туылған жоқ қой. Сондықтан әрқайсының әртүрлі болуы ол заңды нәрсе, оны қабылдау керек. Ал үшінші этап ол ағару, әппақ болу. Әппақ болуға тырысуымыз керек, ағаруымыз керек. Ағарып отырып, сол ағаруға қадам бастық қой енді қадам. Ол мені кінәлады, мен оны кінәладым, ол мені ақтап алады, мен оны ақтап алам. Сөйтіп екеуміз ағарып отырып, әппақ болып отырып, бірге шай ішеміз. Немесе бір қарым-қатынасымызды түзейміз ғой. Түзейміз қарым-қатынасымызды. Енді ол менің шайымды іше қоймас. Өйткені ол қамшыдан өткен адам, ол неше жаңағы қызмет еткен адам. Егер ол маған шайын берсе, мен барар едім. О, қызеке, кеп қапсың, кел. Міне үй, міне төр, отыр, шайымды берем, іш деп. Мен уланып қалам деп қорықпас едім. Өйткені Құдай тағала, мынау шынымен сені Құдай тағала өлтіретін болса, яғни өлтірмейді ғой Құдай. Шынымен Құдай алатын болса, ол бұламық жеп ақ кете салады. Сондықтан кейбір адамдар жаңағыдай айтып атады ғой, неге сендер жұрттың берген тамағын ішпейсіңдер деп комментарийда жазып жатады. Дұрыс ол, мен кез келген адам маған тамақ ұсынама, мен оны ішем. Өйткені адамның көңілі артық маған, адаммен сыйластығы артық маған. Өлсем содан өліп кетермін ал. Тамақтың мынандай тамақтың хикметін өзім көріп келе жатырмын. Осы аталы жолға бармай-ақ көргенмін мен соны. Бірақ мен түсінбейтін. Өлі пәленше деген келіннің тамағын жеп едім. Бір асапқа бедім, не болды өзі? Аузыма құрбақа кіріп кетті ма? Суп-суық болып, мынау таңдайым, тілім бәрі суып кетті ғой. Бірдеме бір жұтқандай болып деп. Сондай хикметті көріп жатырмын. Көргем. Бірақ соны не екен түсінбедім мен. Кейін сол Тоқберген атаның әңгімесін тыңдап жүріп, сондай болады екен ғой, деп содан кейін маған жетті. Осы жақында ғана көрші келіншек қой, бауырсақ пісіріпті. Сөйтіп же деп қоймайды. Жарайды, мейлі ауыз тиейін, былай опырып жемейсің ғой енді. Бірақ мақұл дедім де, бір бауырсағын жеп қап едім. Ойбай-ау, бір уыс шаш жұтқандай болдым ғой. Бұрындағы жеген кезде бір салқындап кететін еді аузым. Бұл жолы бір уыс шаш жұтқандай болдым. Сосын бір бауырсақты зорға жедік қой, енді кетті ғой бауырсақ анеға. Бірақ сондай бір шаш жұтқандай болып, өзім бір сондай бір күйде болдым. Сосын рахмет дедік та, майлы нәрсені көп жеуге болмайды екен деп, енді бірдеңені айтасың ғой. Сол сияқты сыйластық, мен қай жерде жүрсем де сыйласып жүрем. Және дәмін мен ешқашанда бұлай итеріп қоймаймын. Татам, жейм, кей жерде жақсы ішіп жеп кетесің, кей жерде жаңа жүрмей қалады. Қайткен күнде де ол адам кінәлі емес оған. Ол адам да тазару жолында келе жатқан адам, ол да әруақ деген адам. Ол да Құдайдың пендесі. Бәрімізде де болады ондай жағдай. Кім біледі, менің ауқатымды біреу жесе қандай күйге түсетінін. Сондықтан адам деген әркім өзі біледі, әркім таңдау өзінде. Мен ешкімді үшін жауап бермеймін. Ешкімге мен ақылымды да айтпаймын. Осы сұхбат бердім қанша. Оның бәрі ақыл айту емес ол. Ол өзіңнің жаңағы тәжірибеңмен, өзіңнің білгеніңмен бөлісу. Мұны солай деп ұққан жақсы болады да. Ол жұртқа ақыл айтатындай дәрежеге жеткен жоқпын. Ізденіс үстінде жүресің, сол білгеніңді айтайын дейсің. Өйткені білгеніңді айтпасаң, ол да саған не болады? Дұрыс болмайды. Әр адам өзінің білгенін, түсінгенін айтып отыру керек. Бірақ сен менің айтқаныммен жүресің деп, ол ешкімге зорлық көрсетуге болмайды. Өйткені әркімнің өзінің программасы бар.
мынау басында өзінің болмысында әркімнің Құдай берген программасы бар. Ол өзінің программасын өзі білсін, не істейді, не қояды, қайда барады. Мына Гүлзия туралы да әңгімені бір ауыз айта кетейін. Осы Гүлнара деген аққу келіншек мен туралы айтыпты да, Жайнаққа барма деп айтты деп. Енді қатын қағыс естеді деп, мен дұрыс түсінбей қалдым ба оны? Жоқ, ол мені дұрыс түсінбей қалды ма? Мен Гүлзияға Жайнаққа барма деп айтқан жоқпын. Мен Гүлзияға бар өзімнің көкейімнен шыққан мынау бақылағанымды айттым. Мына келіншек санын сабалап жылайды да отырады, өзін кінәлап. Осы дұрыс емес қой деп. Оқыған кітаптарым есіме түсіп кетті, содан мысал келтіріп, біраз әңгімелер айттым ғой. Сонда бір жақсы әңгімелер ойында тұрмайды екен да, осы аталы жолдықтардың кейбіреу адам ашуын келтіріп жібереді. Жақсы сөзді айттық қой, ол жақсы болсын деп айттым мен. Ол Гүлзия жаман болсын, жолдан тайсын деген әңгімемен айтқан жоқпын ғой, жақсы болсын деп айттық. Адам өзін өзі кінәлай бермеу керек. Сен кінәсіз пендесің ба сен? Аспаннан түскен жоқсың сен. Шешең аузынан түскен жоқсың, сен кінәң болады. Енді мойындап отыр ғой кінәсін, енді одан артық не істеу керек? Сондықтан ол ордаға барды ғой енді. Жайнаққа барды ордаға. Қызмет етіпті, білмеймін қанша уақыт қызмет еткенін. Сол жақтан әртүрлі жағдайлар болып, ол көңілі пәс боп, быт-шыт боп кетті ауылына. Содан ауру тілеп алды, сөйтіп шығып әңгімесін айтып отыр ғой. Енді ондай адамға не әңгіме айтасың? Гүлзия деген сияқты аққуларға не айтасың? Тура әңгімені айтасың. Түсінсін дұрыстап, түсініп алсын. Өзін өзі кінәлай бермесін. Өйткені екі адамға бірдей ол. Ұрсып қалдың ба? Кіммен ұрсып қалдың? Айнұр ханыммен ұрысты ма? Жоқ әлде Анар аққумен ұрысты ма? Кіммен ұрысса да жүр ғой сол жақта әйел балдары көп. Солардың қайсымен ұрысып таласса да ол екі жақтан бірдей болады ол. Жарайды ол Гүлзияның кінәсі көбірек болсын, ал анаяқ азырақ болсын, немесе анаяқ азырақ көбірек, оның ешқандай айырмашылығы жоқ. Тілге сөзге кеп қалдың ба, болды уже. Демек ол жағдай ол бекерден бекер болып жатқан жоқ, екі жақтан болып жатыр. Бұл болса өзін жұлқылап отыр ғой. Мен кінәлімін, мен сөйттім да, бүйттім да деп айналайдай. Сосын мен жаным ашып кеттім. Жаңағыдай әңгімені айттым, қой шырағым, қашанғы өзің жұлқылай бересің? Өзгенің де кінәсі бар ғой. Сондықтан сондай күйге ауруға ұшырады ол. Ол ауру деген ол бір пәсте келе салатын нәрсе ғой. Ол 6 секундта ауыра саласың сен. Мына психикаңды дұрыстап отырмасаң. Мына ойдан шаршаймыз біз, ойдан ауырамыз. Ойын дұрыстау керек Гүлзияға. Мен сол әңгімені айттым, мен оған Жайнаққа барма деген әңгіме мен аузымнан шыққан жоқ қой. Гүлнар деген аққу, онымен де бір осындай әдісті өткізем-ау деймін осы. Қаралау, ақтау, ағару деген. Жоқ, мен бұл келіншекпен ондай әдісті өткізбеймін әрине. Жай әшейін айтып отырмын ғой. Бірақ енді ол келіншектің де енді мейлі ол келіншек болсын, басқасы болсын, менің байқағаным адамдарша бірінші өзін жақпаған, өзі нені жақтырмайды, соны айтып кетеді екен. Өзіне жақпаған нәрсені айтады. Сосын ана адамның кемшілігін айтады. Басып со жақтан бастайды да. Міне, сонда біз сөз сөйлеуді білмейміз ғой. Біз сөз сөйлеуді, адаммен қарым-қатынас жасауды білмейміз. Қанша сұхбат беріп жатырмыз, қанша әңгіме айтып жатырмыз. Сонда біз адамменен қарым-қатынастың қарапайым қарым-қатынасты білмей отырмыз ғой. Атал жолда жүріп, күнде эфирде жүріп, алдыменен адамның жақсы жағын айтпай ма екен? Гүлзия, сенің неткен керемет шешендік, сондай бір даналық бір қасиетің бар. Осыны ашу керек. Сол үшін сен олай сөйлеме, сен сол үшін былай сөйле деп бір болады ғой.
Адамды тәрбиелеу керек бұл жерде. Сол өскемендіктердің ішінде Шолпан деген тәтеміз жақсы айтты. Жақсы айтты, сондай болу керек тәтелер. Анау бірден жағаласып, анау еркек бар ма, әйел бар ма, біз жағадан алып, ол тәрбиесіздік қой. Психолог болу керек. Психология деген пәнді оқу керек. Ол барып курсын бітіріп алмасаң да оқу керек қой. Сол кітаптарды алып, өзің психолог бола алмай жатсаң. Ал негізі әр адамның тегінде тұр ғой сол. Өзіңнің кітабыңды ашсай, жүрегіңді ашсай, қаныңда барлық нәрсе жазылып тұр ғой. Сондай екен, біздің бәріміздің қанымызда жазылып тұр барлық кітап. Соған енді біраз жол табу керек та. Ал ол жол сенің ана бойыңдағы кітабың ашылмайды. Егер қаққанды қағып, соққанды соғып, ұрысқанмен ұрысып, жұлысқанмен жұлысып жүре берсең, сенің бойыңдағы ата-бабадан келе жатқан Құдайдың жазып қойған кітабын сен ашамайсың. Ашамайсың. Ол ашылмайды. Ол қатты құлыптана береді, құлыптана береді. Бір құлып па, бір емес, екі құлып, екі емес, үшеу емес, 7 құлып болып жабылып қалады. Сол үшін сен жабылмас үшін сен не істейсің? Кез келген адам не істейді? Ол адамгершілікке, ізгілікке, мына махаббатқа жүгініп отыру керек. Күнде махаббатқа жүгініп отыру керек. Мен жаңалық ашып жатқан жоқпын. Ол айтып кеткен әңгіме, ата-бабаларымыздың айтып кеткен әңгімелері, ата-бабаларымыздың айтқан мынау ауыздан ауызға дарып келе жатқан ауыз әдебиеті бар ғой. Батырлар жыры, жұмбақтар, жаңылтпаштар, ертегілер, тағы не дейміз? Міне солардың бәрін оқу керек қой. Ырымдар мен тыйымдар. Құранменен біздің байланысымыз, салт дәстүріміз байланысып, қабысып, жабысып қалған ғой. Зерттеген адамға, сәл ойлаған адамға. Тәңіршілерден қорықпаңыз, ол тәңіршілер деген ол нағыз қазақтар. Бірақ олар мұсылманшылықты итеріп қояды, итерудің қажеті жоқ. Күндердің күні келгенде ол бәрі де сондай дұрыс ойламағандарына өздері көздері жетеді. Құдай оны босқа қалдырмайды ешкімді. Иә, біраз әңгіме айтып тастадық. Артығы болса, Құдай тағала өзі кешірсін, әруақтар кешірсін, тыңдармандар кешірсін. Керегіңізді алыңыз, керек емесін лақтырыңыз. Бәріміз пендеміз. Пенде пендені тәрбиелеу үшін келеді. Пенде пендені жұлқылай беру үшін келмейді. Тәрбиелеу үшін келеді. Сен білмегенді анау біледі, анау білмегенді анау біледі. Сондай біз бір-бірімізбен қуат алмасып өмір сүреміз. Міне сондай өмір сүруге біз мәжбүрміз. Сондықтан керегін алыңыз, керек емесін лақтырыңыз. Келесі оразаларға амандықпен, саулықпен жетейік. Бәріміз аман сау болайық. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Айболат ағамызға мың рахмет. Осындай канал ашып қойғанына. Әрбір адам өзінің айтары бар болса айта беру керек. Барлық адам аққу, барлық адам сұңқар. Сондай аққулық, сұңқарлық қасиетімен өзінің білетін шындығын айтып, осы Айболат ағамызға жолдай беру керек. Ол ағамыз уақытысы болғанда шығара береді.